Әлемдік тәжірибе көрсеткеніндей, экономиканы дамытудағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін ғылым мен бизнес байланысын жетілдіру қажет. Жалын өндірістік ғылыми-техникалық орталығы ғылым және бизнес өндіріс саласын қолға алып, өз ісін дөңгелетіп жүрген мекеменің бірі. Қазіргі таңда бұл жерде физика, химия және биология саласының ғалымдарымен бірге медицина және техника саласының мамандары да жұмыс істеуде. Научно-производственно-технический центр «Жалын» специализируется в области науки, производства и бизнеса. У нас в коллективе работают физики, химики, биологи, медработники, а также технические специалисты. Работаем мы в смежной области физики, химии, как я уже сказал, и биологии. Разрабатываем новые биомедицинские препараты, которые используются на благо здоровья населения, на благо нации Казахстана. В этой области работают докторанты, магистранты Казахского национального университета имени Аль-Фараби, университета имени Сатпаева и агропромышленного комплекса. То есть охватываем широкую область научно-исследовательских и практической деятельности. Бұл мекемеде 4 зертхана жұмыс істеп жатыр. Атап айтсақ, гемосорбенттер зертханасы, энтеросорбенттер зертханасы, сорбциялық таңғыш зертханасы және сынақ зертханасы. Әр зертхананың міндеті мен қызметі де әртүрлі. Бұл жерде біздегі көптеген анализдер жасауға болады, яғни биологиялық заттар болса, бұл жерде микроскоп, яғни микроскоп арқылы сұйықтықтардың, бактериялардың, яғни микро размерге дейін көре алады. Ал мына прибор болатын болса, біз атомный абсорбционный спектрометр. Бұл жерде, яғни біздегі заттардың, яғни тамақ өнімдері болсын, басқа да нелердің ішіндегі ауыр металдарды анализін жасауға арналған. Жоғары қысымдағы, яғни сұйықтықтарды анықтайтын прибор. Бұл жерде бізде дәрі өнімдері, яғни дәрі өнімдердегі витаминдерді, сонымен бірге белоктардың құрамын анықтауға болады. Ал мына жерде спектрофотометр бұл жердегі яғни жидкістердің, сұйықтықтардың белгілі пиктерін көрсетеді. Ол жердегі, мысалы, мұнай өнімдері болса, мұнай өнімдердегі яғни С, H3 группасы, яғни белгілі нано размерде өзінің пиктерін көрсетіледі. Соған анықтауға болады. Центрофуга бұл жерде бізде, яғни ерітінділерді бөліп алу, сонымен бірге үлгі дайындау ретінде қолданылады. Бұл жердегі центрофуганың жылдамдығы сонша 2000-3000-ға дейін оборотқа дейін болады. Бұл жерде ротационный испаритель, яғни бізде экстрактор алуға қолданылады. Белгілі шөп дәрілердің экстракторлерінде және басқада, яғни белгілі бізде бөліп алатын болсақ, сол, яғни бұл жерде перегонка әдісі арқылы экстрактор дайындауға қолданылады. Гемосорбент Угадиль – это отечественное изделие медицинского назначения. У нас проект был реализован при содействии Фонда науки, при финансировании Фонда науки. Проект с 2017 года. На сегодняшний день первый отечественный гемосорбент, который выпускается в Казахстане. В чем новизна в том, что все гемосорбенты в основном идут в гранулах. Соответственно, активная площадь намного ниже, чем кровь травмируется, форменные элементы крови травмируются. А уникальность нашего гемосорбента состоит в том, что он состоит из сотовых структур. Сотовая структура позволяет нам, чтобы вся область полностью работала. И, соответственно, все форменные элементы крови не травмируются, не разрушаются, и сорбция идет высокая. Я хотел бы остановиться на препаратах, которые нужны нашему сельскому хозяйству. Это лекарственные средства для животных и различные ускорители роста, которые повышают урожайность сельскохозяйственной продукции. Мы уже перешли к экспериментам, масштабным экспериментам. Вот в этом году в Уштобе мы доказали, что наш ускоритель роста позволяет повысить урожайность риса примерно на 25-30%. Эти испытания в этом же году были проведены на севере нашей страны,
на таких культурах, как ячмень, сахарная свекла, тоже в Талдыкурганской области. То есть показана эффективность препаратов, которые улучшают рост растений и, самое главное, дают прибавку к урожаю. В Жалыне есть все, что нужно. Есть научный потенциал большой, в основном молодежь. Есть потенциал производственный, то, что вы здесь видели. И самое главное, мы готовим новых специалистов, и они здесь проходят практику. То есть здесь связь между наукой, производством и обучением новых ученых. Жалын өндірістік ғылыми-техникалық орталығы ауыл шаруашылығына қажетті тыңайтқыштармен бірге адам ағзасына пайдалы тағамдық қоспаларды да шығарады. Мысалы, жаңа ұрпақтың бірінші отандық энтеросорбенті BioLife. Асқазан ішек жолдары мен микрофлорасын дұрыстап, қандағы холестериннің көбеюіне жол бермейді. Асқазанды тазартып, аллергиялық аурулардан арылтады. Сол сияқты айболит медициналық таңғышы да жараның іріңдемей тез жазылуына көмектеседі.